Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең оңай, ең дәмді, қытырлақ болып шығатын банопи пай рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысқа ұнды салып, үкіштің ең үлкен жерімен сары майымызды барлығын осылай өткізіп алатын боламыз. Одан соң екеуін біріктіріп, жақсылап қолымызбен мұжғылап араластырамыз. Енді үстінен сахарный пудраны саламыз, және де бір жұмыртқаны жарып, тек сарысын ғана қосатын боламыз. Ақуызын қоспаймыз. Сарысын қосып, жақсылап араластырып, біркелкі етіп, қамыр илеп шығарамыз. Қамыр бізде қолға жабыспайтын, жұмсақ, әдемі қамыр болады. Енді салафанға салып, 10 минут шамасында тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Одан соң керекті формамызды алып, қамырымызды жайып шығамыз, бортиктерін жасаймыз, біркелкі етіп, әдемі қылып дайындап аламыз. Одан соң шаңышқымен тесікшелер жасап, 170 градуста шамамен 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Оға дейін осылай бананды турап дайындап қоямыз, және де бізге вареный сгущенка қажет болады. Қою түрін пайдаланыңыз, міндетті түрде қою болуы қажет, сұйық болмайды. Ал енді пісіп шыққан осындай қамырымызды толықтай суытып алып, сгущенкамызды жағып шығамыз. Барлық жеріне жағып, банандарымызды бетіне әсемдеп, әдемілеп қойып шығатын боламыз. Ал енді кремімізді дайындаймыз. Кремге бізге сливки қажет болады. Осы сливкиімізге сахарный пудраны қосып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап қозғайтын боламыз. Жай-жайдан миксердің жылдамдығын ұлғайтамыз. Міне бізде осында қою масса пайда болуы қажет, осылай формасын ұстап тұрады. Ал енді керекті кондитерлік мешогымызды алып, насадкамызды алып, осылай ауыстырып аламыз. Енді үстінен осылай домалатып қойып шығатын боламыз. Насадка өзіңіздің қалауыңызша кез келген пайдалансаңыз болады. Пайдаланбасаңыз да жай ғана жағып шықсаңыз да болады. Сонымен біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Еш өкінбейсіз деген ойдамын. Өте керемет болып шығады. Ас болсын. Видео рецепті ұнаса тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.